Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пат жубасы салатын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Жасалу жолы жеңіл әрі оңай жасалынады. Видеоның соңына дейін қарап көріңіздер. Ең алдымен барлығын алдын ала дайындап алдым. Пісіріп теркадан өткізілген қызылша, сәбіз, картоп және де тазартылған селедка, жұмыртқа ағы мен сарысы, тұз бен майонез керек болады. Құрамы описанияда жазулы тұр. Ал енді салатымызға жасауға кірісейік. Ең бірінші балық селедкамыз сүйегінен ажыратып тазалап алдым. Енді ұсақтап турап алатын боламыз. Ыдысымызға майонез жағып аламыз. Үстіне туралған селедка балығымызды саламыз. Балық үстіне теркадан өткізілген сәбізімізді салып, бетіне тұз себеміз және майонезді жақсылап жағып шығатын боламыз. Одан кейін теркадан өткізілген картопты жақсылап үстіне баспай саламыз, майонез жақсылап жағып шығатын боламыз. Егер де картоп сәбізді басып салатын болсақ, салатымыз нығыз әрі формасы шықпай қалады. Келесі қызылшаны екіге бөліп саламын. Қызылшадан кейін жұмыртқаның ағын салып, майонез жағып шығатын боламын. Қызылшаны мен екіге бөліп салып жатырмын. Өте дәмді болып шығады. Қызылшаның үстіне майонез жағып шығамыз. Жақсылап формаға келтіріп, үстіне жұмыртқа сарысын сүйіп шығамын. Мінеке салатымыз дайын болды. Тоңазытқышта 1-2 сағат қалдырсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Мен сіздерге дәл қазір кесіп көрсететін боламын. Дәмі өте керемет болып шыққан. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.